Жедел хабар Қазақстанда сатылмайды. Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер видеороликтан толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бір дана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Өзбекстанда 15 баланың өмірін қиған дәрі Қазақстанда сатылмайды. Дәрілік заттар сараптамасы ұлттық орталығының ақпараты бойынша Док-1 Макс препаратының өндірушісі Марион Бич, Үндістан. Тіркеу мерзімі 2018 жылы аяқталған. Ол Қазақстанда тіркелмеген. Құрамында 500 мг парацетамол, гвайфенизин 200 мг және фенилефен гидрохлориді 10 мг бар деп мәлімдеді Денсаулық сақтау министрлігінде. Қазақстанда құрамы осындай препарат Ұлыбританияда дайындалған Vicks Active Stop Max Plus деген атаумен тіркелген. Дәрі тек ересектерге арналған. Нұсқаулығына сәйкес 18 жасқа толмаған балаларға қолдануға болмайды. Ол суық тиюге қарсы препараттар тобына жатады. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.